О, зұлған тастап кел. Зұлған, аяғын Мен негізі палауды күшті, дәмді, керемет қылып пісіремін. Міне заттарын дайындап қойдым. Қазысы, еті, өркмейізі, сәбіз қандай керемет. Пияз, ноқатты алдын ала пісіріп алдым. Нанды илеп қойдым. Зира, одан кейін күріш. Қазір бастаймын, бәрін сіздерге көрсетемін. Ең керемет күшті палау менде болады. Аты шах палау деп аталады. Міне сәбізін турап жатырмын. Міне барлығын турап болдым. Барлығы дайын. Міне қазанымды отқа қойдым. Майым ысып жатыр. Күріштің түсінің керемет әдемі болып шығу үшін ерекше, сол үшін лайфхак пиязды газовый чистый корочки қуыру керек. Етті осындай үлкен жасау керек. Керемет күшті болады. Негізі палауға сәбізді көп қосқан жақсы көремін. Мен сәбізін салып, араластырып қойдым. Міне шах палауымның қамырын жайып жатырмын. Енді шах палауының дайын болу үшін, керемет болу үшін осылай саламыз. Әдемілеп, аккуратно. Бәрін салып шығамыз. Үсті жұмыртқаны сыртынан жағу керек. Взбитый жұмыртқаны. Одан кейін бұтқаластарға күнжетті жай сөйлесті. Атасы келді деп қуанып жатқан кім бізде? Сен. Атасы келіп қуанған кім? Ой, сәнім. Крошка ғой, крошка. Сәнім, ата де. Не істейміз? Мама жоқ, папа жоқ, Диана жоқ. Смотрите, какой классный офис у 21. Не могла попасть, и сегодня вот посчастливилась. Смотрите, здесь Аймашка. Классно. Здесь даже флаг. Да, мы прям патриоты. Классно. Это у нас кто? Вот. Не прошло и года, как я не видела этих дам. Да, спустя года. Собираемся. Дайын болдық, енді сәлденнен түсіріп бастаймыз. Қандай түсірілім екенін әзірге айта алмаймын. Кейін өздеріңіз де біле жатарсыздар. Және әр түсірілім барысында өзімнің қыздарым мені жинағаны қандай жақсы, еш қиналмайсың, уайымдамайсың, мүлдем осындай әдемі болып шыға келесің. Решила просто так порадовать своих домашних.
Просто посмотрите, какой торт. Написали: мама, мы тебя любим. Внутри молочная девочка по традиции. Я обожаю молочную девочку. И на вкус он просто, я вот уверена, что он обалденный. Не первый раз заказываю, всегда заказываю большой торт и всегда на высшем. Из-за вот этого заказа мне пришлось выйти спонтанно с прямого эфира. Вот такой вот у нас получился заказ для 9-летней девочки. Сегодня ее будет после 12 поздравлять. Заказывайте у нас шарики в Шарливуд. Сделаю все сама, подготовлю. Позвонил курьер, сказал, что что-то оставил. В общем, девочки, знаете, что я решила? Оказывается, столько времени прошло, как я ламинацию бровей уже забросила. Думаю, через неделю сделать ламинацию бровей, снять реснички и сделать ламинацию ресниц. Кажется, классно будет, да?